Бүгінгі сабақтан бастап CorelDRAW эффектілерінің көмегімен объектілер формасын өзгерту тәсілдерімен танысамыз. CorelDRAW-да объектінің өзіне әсер етпейтін, бірақ оның көріну түрін өзгертетін, түрлендіретін арнайы қызметші объектілер, модификаторлар қосылған. Олар айналып өткіштер, деформациялар, линзалар, мөлдірлік, фигуралық кескілеу. Айналып өткіштер дегеніміз өзіне қосылған объектіні немесе объектілер тобын деформациялау үшін қолданылатын қызметші объект. Айналып өткішті интерактивті құралдар панеліндегі интерактивная оболочка панелі арқылы қолданамыз. Мысалы, тік төртбұрыш салайық. Осы объектіге айналып өткішті қосу үшін интерактивная оболочка құралын қолданамыз. Объектіде түйін нүктелер және үзік-үзік сызық пайда болады. Осы түйін нүктелерді қозғалту арқылы объектінің формасын өзгерте аламыз. Айналып өткіштің 4 режимі бар. Бірінші режимі түзу, онда түйін нүктелер тек түзу сызық бойымен ғана өзгере алады. Екінші доға, онда екі түйін нүктесі арқылы объектінің формасын өзгерте аламыз. Келесі екі иірімді доға, онда қабырғалары үш түйін нүктелері арқылы майыса алады. Келесі қисық, онда объектіні кез келген формада өзгерте аламыз. Айналып өткіштерді дайын үлгілер бойынша майыстыруға болады. Ол үшін дайын үлгілерді таңдай аламыз. Деформация құралы объектінің сыртқы түрін өзгертуге мүмкіндік береді. Ол үшін интерактивті құралдар панелінен интерактивное искажение құралын таңдаймыз. Интерактивное искажение құралының үш типі бар. Бірінші, шәншіп ілгері шығарып бұрмалау, екінші, қарсы ілгекпен бұрмалау, үшінші, бұраумен бұрмалау. Әрбір типіне мысалдар қарастырайық. Бірінші, жұлдызша объектісін салайық. Объектінің екі көшірмесін алайық. Бірінші объектін ерекшелейік, интерактивное искажение құралын таңдайық, және бірінші режимді таңдаймыз. Шыққан бағытшасын орта нүктесіне апарып объектінің солға қарай жылжытайық. Объектідегі өзгерісті байқаймыз. Екінші объектін ерекшелейік, интерактивное искажение құралын таңдайық. Шыққан бағытшасын оңға қарай жылжытайық. Екінші объектінің формасы басқаша өзгереді. Келесі, үшінші объектін таңдайық. Интерактивное искажение құралын таңдайық. Шыққан бағытшасын сырттан ішке қарай жылжытайық. Бір объектіні осындай үш түрлі формада өзгеріске келтіре аламыз. Екінші режиміне мысал қарастырайық. Ол үшін эллипс аламыз. Эллипстің екі көшірмесін аламыз. Бірінші эллипс ерекшелейік, интерактивное искажение құралын таңдайық. Екінші режимді таңдаймыз. Шыққан батырмасын орта нүктесіне апарып солға қарай тартайық. Келесі объектін таңдайық. Шыққан батырмасын солға немесе оңға кез келген бағытқа қарай тартамыз. Және де ортада тұрған тумблерді жылжытамыз. Объектідегі өзгерісті байқаймыз. Келесі объектін таңдайық. Онда
Тышқан бағытшасын сырттан ішке қарай тартайық. Үшінші объектіні таңдайық. Интерактивный искажение құралын таңдайық. Сырттан ішке қарай тышқан бағытшасын жылжытамыз. Бір объектіні осындай әртүрлі формаға өзгерттік. Келесі бетке көшейік. Үшінші режимді көрсетейік. Ол үшін жұлдызша объектісін алайық. Оның екі көшірмесін алайық. Бірінші объектіне ерекшелейміз. Интерактивное искажение құралын таңдаймыз. Бұраумен бұрмалау ұрып, солға қарай жылжытып, тышқан бағытшасын айналдыра жылжытамыз. Объектідегі өзгерісті байқаймыз. Келесі объектіне интерактивное искажение құралын таңдайық. Тышқан батырмасы. Объект өзгерісін байқаймыз. Бұраумен бұрмалау режимінде бұрауды сағат тілімен бірге немесе сағат тіліне қарама-қарсы өзгеріске келтіруге болады. Сағат тіліне қарама-қарсы режимді таңдап өзгерісті жасаймыз. Үшінші объектіні ерекшелейміз. Интерактивный искажение құралын таңдаймыз. Объектін оңға қарай және бірнеше бағытта бұраймыз. Объекті мынандай түрге өзгереді. Эффектілерді клондау деп, бұрын құрылған құрама объектіні жаңа құрама объектінің басқарушы рөлін атқаратын басқа объектіге көшірудің арнайы нұсқасын айтады. Ондай эффектілерге перспектива, экструзия денесі, адымдық ауысу, көлеңке, ореолдар жатады. Эффектілер бұрын құрылған құрама объектілерді жаңа объектіге көшіру үшін эффекті менюынан скопировать эффект немесе клонировать эффект командасын таңдаймыз. Мынандай мысал қарастырайық. Алдымен тік төртбұрышы салып, бұған перспектива эффектісін қолданайық. Келесі алты бұрыш салып, перспектива эффектісін объектіге немесе объектілер тобына көшіруге болады. Сондықтан да алты бұрыштың бірнеше көшірмесін правка, клонирование командасы арқылы салайық. Түпнұсқа объектіне ерекшелейік. Эффекті менюынан скопировать эффект, перспективу командасын таңдаймыз. Перспективасы бар эффектіні нұсқаймыз. Перспектива эффекті объектілер тобына көшірілді. Келесі мысал қарастырылайық. Көлеңке эффектісін көшірейік. Ол үшін объектіге көлеңке салайық. Эллипс таңдайық. Түс берейік. Интерактивті құралдар қатарынан интерактивное выдавливание құралын таңдайық. Және көлеңкесін көрсетейік. Келесі көлеңке эффектісін көшіретін объектілерді салайық. Көлеңке эффектісі объектіге немесе объектілер тобына көшіріледі. Сондықтан да объектінің бірнеше көшірмесін алуға болады. Правка, клонирование командасын қолданып.
Ол үшін түпнұсқа объектін ерекшелейміз. Эффекты менюнан скопировать эффект тең командасын таңдаймыз. Көлеңкесі бар объектін нұсқаймыз. Көлеңке эффектісі келесі объектілер тобына көшірілді. Келесі экструзия денесін көшіруді көрсетейік. Жаңа бет ашайық. Эллипс таңдайық. Түс берейік. Интерактивті құралдар қатарынан интерактивное выдавливание командасын таңдайық. Және объектінің көлемін көрсетейік. Енді осы эффектіні көшіретін келесі объектін салайық. Экструзия эффектісі тек жалғыз объектіге ғана көшіріле алынады. Эффекты, скопировать эффект, выдавливание командасын таңдаймыз. Міне, экструзия эффектісін келесі объектіге көшірдік. Экструзия CorelDraw'ның екі өлшемді бейнені үш өлшемді бейне түрінде көру иллюзиясын құрудың тағы бір тәсілі. Экструзияны құруда жазық объектінің бейнесі көлемді денеге түрленеді. Экструзия денесін интерактивті құралдар қатарынан интерактивное выдавливание құралы арқылы жасай аламыз. Экструзияның бірнеше типтері бар. Соның үш типін қарастыру үшін 3 тік 4 бұрыш салайық. Бірінші тік 4 бұрышты ерекшелейміз. Интерактивное выдавливание құралын таңдаймыз. Орта нүктесіне апарып, тышқан бағытшасын қалаған бағытымызға қарай жылжимыз. Тумблер белгішесін қозғайық. Екінші типін таңдайық. Келесі объектін ерекшелейік. Тышқан бағытшасын қозғалтайық. Тумблерді қозғаймыз. Және экструзияның 5-ші типін таңдайық. Келесі объектін ерекшелейміз. Тумблерді қозғаймыз. 4-ші типін таңдаймыз. Міне, 3 объектінің 3 түрлі денеге айналғанын байқаймыз. Экструзияның түстерін өзгертуге болады. Оның да бірнеше типі бар. Бірінші типі объект қандай түсте болса, экструзияда дәл сол түсте боялады. Ал екінші типінде экструзияның түсін өзгертуімізге болады. Келесі объектіні түсін өзгертейік. Келесі объектіні көлеңке арқылы түсін өзгертуге болады. Қызылдан қараға, немесе қызылдан көкке қарай. Осылай объектінің көлемін әртүрлі формада өзгеріске келтіруге болады. Бүгінгі сабақта CorelDraw құрама объектілермен танысамыз. Құрама объектілерге клондар, адымдық ауысулар, ореолдар жатады. Олардың негізгі қызметі бірдей немесе заңды түрде формасын ауыстырып отыратын, әрқайсымен жеке-жеке жұмыс жасамай-ақ жылдам өзгеретін көптеген объектілерді жылдам құру. CorelDraw'да клондар деп өзінің түпнұсқасымен байланысты сақтайтын арнайы объектілер көшірмесін айтады. Объектіні клондау үшін алдымен оны ерекшелейміз. Сал эллипс салайық. Правка менюнан клонирование командасын таңдаймыз. Объектінің көшірмесін аламыз. Бетінде тұрған объект клонның элементі болып, ал төмендегі объект оның түпнұсқасы болып табылады. Түпнұсқаны ерекшелеп, объектіге тағы да келесі көшірмені қосуға болады. Ол үшін правка менюнан клонирование командасын таңдаймыз. Міне біз 3 объект алдық. Клон элементінің негізгі қасиеті оны редакторлауға болмайды. Тек жылжытуға және бұруға болады.
Ал түсін, жиек сызығының параметрлерін, масштабын өзгертуге болмайды. Клон элементіне тыйым салынатын операцияларды басқарушы объект түпнұсқаға орындауға болады. Одан барлық өзгерістер автоматты түрде клонның барлық элементтеріне таратылады. Мысалы, эллипстің түрін өзгертейік. Барлық оның элементтерінің де түсі сол түске боялады. Егер де формасын өзгертсек, оның элементтерінің де формасы сол түске өзгереді. Ал клон элементінің түсін өзгертетін болсақ, онда ол басқарушы объектімен байланысты үзеді. Және де ол жеке элемент болып бөлініп шығады. Міне, егер де біз клонның элементінің түсін сарыға боясақ, онда басқа объектілер сарыға боялмайды, тек осы объект қана сарыға боялып, ол жеке элемент болып қарастырылады. Ал клонның түпнұсқасының түсін басқа түске өзгертсек, онда басқа клонның элементтерінің де түсі сол түске өзгереді. Ал онан бөлініп шыққан объектіге ол түс әсер етпейді. Объектіге көлеңке қосу объектінің көлемін ұлғайту эффектісін береді. Көлеңке объектілер арасындағы арақашықтықтың тереңдігін көрсететін көріністің көлемділігін құруға мүмкіндік жасайды. Corel Draw терминологиясында көлеңке деп құлап бара жатқан көлеңке класындағы біріктірілген объектілер құрамын қалыптастыратын монохромды нүктелі бейнені айтады. Corel Draw'да барлық объектіге көлеңке түсіруге болады. Мына мысалды қарастырайық. Дұрыс 6 бұрыш салайық. Оны қандай да бір түске бояймыз. Осы объектіге көлеңке түсіру үшін интерактивті құралдар қатарынан интерактивная тең құралын қолданамыз. Шыққан бағытшасын объектінің кез келген жеріне апарып, сол жақ батырманы басып, қалаған бағытымызға қарай қозғаламыз. Объектіде көлеңке пайда болады. Көлеңке құру процесінде бірнеше режимдер және басқару параметрлері бар. Олардың мәндерін көлеңке сызбасын басқаратын элементті тышқанды жылжыту арқылы немесе қасиеттер панеліндегі параметрлер арқылы өзгертуге болады. Ортада тұрған мына тумблерді қозғау арқылы көлеңкенің түсінің қоюлығын немесе ашықтығын басқаруға болады. Ал бағытшаны қозғау арқылы көлеңкені қалаған бағытымызға қарай жылжыта аламыз. Қасиеттер панелінде дайын көлеңке тізімдері бар. Содан қалаған көлеңкеден тізімді таңдауымызға болады. Және де көлеңкенің түсін өзгертуге болады. Ол үшін арнайы түстер қатарынан қажетті түсті таңдаймыз. Және көлеңкенің көлемін біраз ұлғайтуға болады. Объектіге осындай әрекеттерді орындау арқылы көлеңке түсіре аламыз. Corel Draw'ның негізгі қызметі жазықтықтағы графиктік сипаттағы бейнелерді құруға арналған. Бірақ Corel Draw'да көлемін және тереңдігін көрсететін эффектілерді автоматты түрде құруға арналған құралдар бар. Оған перспективаны түрлендіру, көлеңкелер құру, экструзия эффектісі жатады. Corel Draw'да перспектива деп объект формасын бір нүктелі немесе екі нүктелі перспективаға еліктетіп түрлендіру майыстыруды айтады. Объектіні перспективаға түрлендіру үшін алдымен оны ерекшелейміз. Мысалы, тіктөртбұрыш салайық. Эффекті менюнан добавить перспективу командасын таңдаймыз. Объектіні бұрыштарында түйін, нүктелер және қызыл түспен торлар пайда болады. Форма құралы арқылы түйін нүктелерін қозғалтып объектінің формасын өзгертуге болады. Кез келген түйінді алғашқы қалпынан өзгертсек, екі нүктелі перспектива салынады. Егер бұл қозғалыс Ctrl пернесін басу арқылы орындалса, онда түйін нүктелер тек горизонталь немесе вертикаль бағытта өзгереді, және оны бір нүктелі перспектива деп атаймыз. Егер Ctrl және Shift пернелерін қатар басу арқылы түйін нүктелерін өзгертсек, онда түйін нүктенің қарама-қарсы бағытындағы түйіндерде қатар өзгереді.
Құрылған перспективаны басқа объектіге көшіруге болады. Ол үшін келесі объектіні саламыз. Мысалы, тік төртбұрыш. Түсін бояйық. Және осы объектіні ерекшелеп, эффект менюынан скопировать эффект, перспективу командасын таңдаймыз. Жуан бағытша пайда болады. Онымен бұрын құрылған перспективасы бар объектіні нұсқаймыз. Алдыңғы перспектива келесі объектіге көшіріледі. Немесе перспективаны жоюға болады. Ол үшін сол объектіні ерекшелеп, эффект менюынан удалить перспективу командасын таңдаймыз. Объект алғашқы қалпына келтіріледі.